Сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай түймедақ жасаймын, бірақ ортасына біреу ақ жасаймын. Ол үшін бізге резка және де өзіңізден қалған екі түсті бисер қажет. Мен фиолетовый мен ақты таңдадым. Және де резкамызға 7 фиолетовый салатын боламыз. Мен 7-ін салдым, міне. Сосын ең соңындағы бисерімізге осылай кіргіземіз. Өстіп кіргізген кезде сосын оны біз қысамыз осылай. Сол кезде бізде осылай шығады. Сосын оның сол жақ резкасына, мінекей, сол жақ резкасына бір ақ түсті бисерді кіргіземіз. Мен кіргізіп жатырмын. Ал енді екі жағынан да 3-3-тен санап, ортасындағы біреуіне алып, біздің резкамызды кіргізетін боламыз. Міне мен кіргіз болдым. Ал енді қысқамыз. Қысқан кезде бізде осындай гүл шығады. Гүлдің жан жағына сіздің саусағыңызға сиятындай ақ түсті бисерлерді саласыздар. Мен міне салдым. Бірақ сіздер өзіңіздің қалаған түстеріңізді таңдасаңыздар болады. Сосын ең соңғы бисерге оң жақтағы резканы алып кіргіземіз. Сосын осылай қысамыз. Ол шығып кетпес үшін мен оны 2 рет байлайтын боламын. Содан соң оның қалған жердегі резкасын біз оны қайшымен кесіп тастайтын боламыз. Қайшымен пайдаланған кезінде абай болыңыздар. Міне менде осындай артық қалды резкадан. Соны енді біз қазір осы қайшымен кесіп тастаймыз. Міне енді саусағымызға киіп көретін боламыз. Сау болыңыздар!